Сәлем достар, бүгін тұлға теориясының психодинамикалық бағыты жайлы айтатын боламын. Яғни психоанализдің негізін салушы Австрия психиатры Зигмунд Фрейд қазіргі күнге дейін тұлға психологиясына әсер ететін кең тараған теориялардың бірі фрейдизм. Бұл теория клиникалық кезеңде пайда болған. Теория құрастырушысы Зигмунд Фрейд фрейдизмнің іргесінде шартты түрде нейрофрейдизм теорияларының тобына біріктірілген бірқатар теориялар пайда болған. Фрейд бірнеше жыл бойы Сальпетриердегі Париж атақты француз неврологы Шарконның клиникасында және Нансидегі Бернгеймнің клиникасында жұмыс жасай жүріп, невроздар терапиясымен танысқан болатын. Өткен ғасырдың 90 жылдың басында Брейермен бірге гипноздық катарсис тәсілін пайдаланды. Кейін гипноздық сендіру практикасын тастап, түстерді жору интерпретациясын, еркін туындайтын ассоциацияларды, ескертулерді естен шығаруды зерттеуге көшкен. Осындай материалды талқылауда Фрейд психоанализ тәсілі деп атап, оны психотерапияның жаңа техникасына баламалаған. Психоанализ тәсілін пайдаланғанда науқаспен ұзақ уақыт әңгімелесе отырып, оның ақыл-есіне аударудың шынайы себебі туралы жеткізіледі. Науқас бұрын ескермеген нәрселерді түсіне бастайды. Фрейдтің айтуынша, катарсис болады. Кейін ондай концепция дені сау адамның психикасына да тараған. Мінез-құлық мәселесін қарастыра отырып, Фрейд адамның психикалық іс-әрекетін анықтайтын екі қажеттілікті көрсетеді. Яғни либидо және агрессия. Қоршаған орта осы қажеттіліктерді қанағаттандыруға қарсылығын білдіріп, бөлектенгеніне қарамастан, ол екеуі сананың цензурасынан өтіп, символдар түрінде көрініс береді. Осы қажеттіліктердің өзара әрекетінің сипатын, оларды қанағаттандыру мүмкіндігін аша келе, Фрейд тұлға құрылымының үш негізгі компонентін ажыратады. Ид, эго және суперэго. Ид ол, эго мен және суперэго жоғарғы мен. Ид деп үш топқа бөледі. Ид бейсаналық саласына ығыстырылған инстинкттердің алаңы болып табылады. Эго бір жағынан бейсаналы инстинкттерге жалғасса, екінші жағынан шынайылықтың нормалары мен талаптарына бағынады. Суперэго дегеніміз қоғамның ғибратты бастауларының жиынтығы. Ол цензор рөлін атқарады. Сонымен ид пен суперэго талаптары үйлеспейтіндіктен, эго үнемі қақтығыста. Ол қорғаныс механизміне ығыстыру, сублимация жүгінуге тура келеді. Ығыстыру санасыз түрде жасалады. Бейсаналық саласына көшетін мотивтер, күйзелулер, цензор үшін жарамды символдар әрекеттер түрінде қалып әсер ете береді. Фрейдтің ойынша, түрлі іс-әрекет функциялары мен формаларын жүзеге асыру үшін арнайы механизмдердің сублимация, проекция, көшіру, ығыстыру, регрессия тағы басқалар бөлек жүйесі бар. Ал ағза энергия сақталу заңымен басқарылатын күрделі энергетикалық жүйе ретінде қарастырылады. Сондықтан егер либидо өзінің бір көріністерінде тоқтатылса, онда қандай да бір басқа эффектінің тудыруы тиіс. Суперэго осындай эффектілерді әлеуметтік тұрғыдан жарамды етеді. Егер жарамды ете алмаса, онда ид пен суперэгоның арасындағы конфликт өршіп, жүйенің қалыпты қызметі бұзылады. Тежелген либидо түрі ауырсыну синдромдары арқылы өзін байқатады.